қазіргі таңда қор алу үшін мемлекеттік гранттық жобаларға қатысу үшін міндетті түрде ғалымдар Scopus журналдарында жарияланған басылымдар болу керек. Соған қатысты біздің гуманитарлық саладағы ғалымдар көп өтініш білдіреді. Менің тақырыбым, менің мақалаларым үлкен журналдарға қызықты емес. Әсіресе тарих, немесе қазақ филологиясы саласында. 2 жыл бұрын біз негізінде бір жеңілдік жасадық. Мысалы, енді қазақ тілі және әдебиет, қазақ филологиясы, лингвистика саласында, тарих, отандық тарих саласында Scopus-пен бірге жергілікті журналдарда, отандық журналдарда жарияланады. Немесе монография жазу есептеледі. Бұнда жеңілдік жасадық біз. Көп адамдар соны түсінбей қалды ма деп қорқып отыр. Яғни енді Scopus міндетті емес осы бағыттар бойынша. Scopus болса керемет, бірақ сіз монография жазсаңыз, немесе отандық басылымдарда жарияласаңыз, сіз Scopus'ты қабылдамайды. Ол есептеледі. Теңдік сондай талаптарды біз өзгерттік. Енді тағы да құрылтайда соңғы айтылды, сіздер оқулық жазса, ол қалай? Мықты оқулық, ол әдістемелік бірлестік оны қабылдаса, енгізілсе, онда сол Scopus мақаланың орнына есептейміз деген. Оны қарастыруымыз керек, қарастыруға дайынбыз.